Ассалаумағалейкум қадірменді оқырмандар, көрермендер. Бүгін десяткінің пыльнигін ауыстыратын боламыз, гранатының. Ең алдымен дөңгелегін түсіріп алдық. Сосын ортасындағы 30-тық гайканы босатып қойдым. Содан кейін суппортты түсіріп алатын боламыз. Тормозный суппорт. Осы екі болтты ағытып алатын боламыз. Ағытып жатырмыз. Содан кейін ортасындағы банағы босатқан гайкымызды алып аламыз. Сіздер оған дейін арнаға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта осы десяткінің крылосында шіріктерінде жасайтын боламыз, оны да сіздермен бөлісетін боламын. Ана тіркелуді ұмытпаңыздар. Так, содан кейін мына шаровыйдың екі болтын алып аламыз. Шаровый түсіріп аламыз осылай болтын. Осы екеуін босатып алғаннан кейін дөңгелек полный түседі. Осылай алып тастаймыз дөңгелегімізді. Алып тастап, содан кейін пыльникті қысып тұрған ана хомуттарын босатып аламыз. Ар жағындағысын, бер жағындағы екі хомутын босатып алып, жыртылып қалған хомуттардың несінің бәрі пыльниктері. Вот, содан кейін жайлап босатып алғаннан кейін пыльниктерін кесіп алып тастаймыз. Алып тастағаннан кейін сосын жайлап соғып, өзінің точкасы бар, соғатын соң түбінен жайлап осы балғамен соғамыз. Дәл осылай. Міне шықты. Болды, алып аламыз. Майдың қиындығы жоқ. Столға ақша артпай өздеріңіз жасай беріңіздер. Дәл осылай. Содан кейін обратно қайттан қалай бұздыңыздар, дәл солай қайтып жинайсыздар ғой. Ары қарай енді түсіндірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бәрі түсінікті. Қазақ тілдерін қолдаңыздар, лайк басып, пікірлеріңізді комментарияға жазыңыздар. Десяткасы бар достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Қазақ тілдерін қолдауды ұмытпаңыздар достар. Міндетті түрде қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.